Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және оқырмандар. Келесі видео жасап отырмын. Бұл видеоның негізгі мақсаты тақырыбы онлайн мектепте қазір күнделікті өзгеріс жүріп жатыр. Жаңа өзгерістер енді, яғни 90 аяқталды, жылдық бітті. Енді кезек емтихан алу, яғни емтиханды қай пәнде болады, соған тағайындап көрсету әрекетін көрсетеді екенбіз. Нұсқаулықпен таныстыруды жөн көрдім. Нұсқаулық бойынша келесі әрекеттерді рет-ретімен қарап көрсетіп отырады болам. Сіздерде мектеп әкімшілігінде жалпы мектепті басқару, есептік кезең дегендер толық ашылатын болады. Мектеп әкімшілігі осы әрекеттерді орындайтын болады. Есептілік пәндердің есептерде көрсетілуі бөлімге өткен кезде жаңа функция қосылған. Табльдерді көрсету және емтихан өткізу деген. Емтихан өткізу батырмасын басқан екен, бөлімге кірген екен. Жалпы 2022-23 оқу жылын қазақ тілін және болатын сыныпты таңдайсыздар. Сыныпты таңдаған екен, сол аралықтағы сыныптардың пәндері көрсетіледі. Қай пәнде емтихан бар, сол пәнді таңдайды екенсіздер. Яғни қызыл X болып тұрады, соны басқан кезде галочка ұрылады жасыл түсте. Енді сол жердегі пәндерді таңдап болған екен, келесі әрекеттерді орындайсыздар. Келесі әрекет бұл жерде таңдалған пәндер бойынша мұғалім журналында емтихан бағаларын енгізу бағандары ашылады. Яғни пән мұғалім өзінің журналына кірген кезде, журналына кіріп қорытынды бөлімге өткен кезде мұғалімнің алдында осы жұмыс терезесі ашылады екен. Ашылған екен. Яғни бұлар мұғалімдер 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші 90 бойынша бағаларын қойып, жылдық бағасын қойып шықты. Жалпы сол қойылған бағаларды не істейді екен? Жылдық бағаларды растау бөлімін басады екен. Басқан екен барып, біздерге мына терезе ашылады. Келесі әрекеттер орындалады екен. Пән мұғалімі жылдық бағаларды растағаннан кейін дейді. Яғни ол расталып болған екен. Ол жердегі бағалар қайта өзгертілмейді. Ал енді оны өзгерту үшін мектеп әкімшілігіне қайта жүгінуіне тура келеді. Яғни жылдық бағаларды өзгерту батырмасын қайта басып береді. Ол мектеп әкімшілігіне көрінеді. Соны басқан екен, жаңағыдай жылдық бағаларда қате қойылған бағалар болатын болса, соны қайта өзгерту мүмкіндігі болады екен. Одан кейін емтихан бағасын қою бөлімі ашылады екен. Енді ол бөлім ашылды. Жалпы мұғалім жылдық бағаларын растағаннан кейін емтихан бағаларын қою қолжетімділігі ашылады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар 2, 3, 4, 5 бағалау түрлерін көрсеткен. Яғни емтиханнан алған бағаларын қойып шығады екенсіздер. Одан кейін қойып болғаннан кейін мұғалім емтихан бағасын толық енгізгеннен кейін оқушылардың қорытынды бағаларын енгізу бөлімі ашылады екен. Яғни ортада емтихан бағасы мен қорытынды аралығында ұсынымдық бағалау деген бар. Яғни бағаны өзі автоматты түрде программа ұсынады. Егер ұсынылған бағаға сәйкес келіп жатса қоясыздар. Егер ұсынылған бағаға сәйкес келмесе, жалпы баланың пайдасына 125-ші бұйрықтың шешімімен жалпы баланың пайдасына бағаны қойып бересіздер. Бағаны қойып шығасыздар. Қорытынды бағаларын. Қойып болғаннан кейінгі әрекет, енді мынандай әрекет болады. Мектеп әкімшілігі емтихан және қорытынды бағаларын толық қойып, қойылғаннан кейін тексеріп, жылда аяқтау батырмасын басады. Жалпы бұл жерде жылда аяқтау батырмасы қазіргі таңда тек қана мектеп әкімшілігіне ғана көрініп тұр. Мектеп әкімшілігі жылда аяқтау батырмасын басады, немесе мектеп әкімшілігінде осы әрекетті енгізу мүмкіндігін кімге береді, сол мұғалім жалпы сол әрекеттерді орындап шығады. Жалпы сынып жетекші аяқтауды басу мүмкін. Алдағы уақытта пән мұғалімдердің жеке өзіне беріп қалуы мүмкін. Қазіргі таңда тек әкімшілік тараптан ғана жылда аяқтау батырмасын басу мүмкіндігі беріліп тұрған. Келесі аяқтау батырмасын басқаннан кейін пән мұғалімі қойылған бағаларға ешқандай өзгеріс жасай алмайды. Яғни қойылған бағаның ешқайсысына өзгеріс жасай алмайды. Енді пән мұғалім қайта өзгеріс жасау қажет, немесе қорытынды баға дұрыс қойылмай қалған жағдайда, онда мына қорытынды журналды ашу деген бар.
қорытынды журналды ашу. Яғни ол мектеп әкімшілігіне көрінеді. Мектеп әкімшілігіне өтініш жасау арқылы қорытынды журналды ашады дағыны жаңағыдай қорытынды бағаларда өзгеріс жасай алады екен. Яғни өзгеріс 4-ті 5, 5-ті 4 деген сияқты техникалық қателіктер кетуі мүмкін ғой. Жалпы соған байланысты қайта өңдеу мүмкіндігі беріледі екен. Жалпы әрекеттер осы, бағалау әрекеті осылай жүреді, емтиханды бағалау әрекеті. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта жалпы онлайн мектептің өзімен көрсетуге әрекет жасаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.